Ассаламу алейкум қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге алдыңғы видеода дайындаған карамель мен сникерс тортын дайындайтын боламыз. Тортты жасау үшін бізге 5 дана салқын жұмыртқа, ұн, какао және де қопсытқыш, қант, қайнаған су және де сұйық май қажет болады. Ең алдымен құрғақ массаларымызды араластырып аламыз. Ұнға какаомызды және де қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, шетке алып қоямыз. 3 дана салқын жұмыртқамызға қантымызды салып, миксердің ең баяу жылдамдығынан бастап, бірнеше есе үлкейгенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Дайын болған массаның үстінен суды, сұйық майды құямыз. Және де алдынан дайындап қойған құрғақ массаларымызды електің көмегімен сұйық массамызға қосатын боламыз. Құрғақ массаларды електің көмегімен қосатын болсаңыздар, бисквиттеріңіздің жақсы көтерілуіне өз септігін тигізетін болады. Миксердің ең төменгі жылдамдығында біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді бисквитімізді пісіретін формамызды дайындап аламыз. Менде форманың диаметрі 22 см. Астына фольга төсеп, шеттерін көтеріп, бисквит ақып кетпейтіндей етіп, жақсылап жауып дайындап алдым. Енді үстінен дайын тұрған массамызды құямыз. Пешімізді алдын ала 160 градуста қыздырып қоямыз. Дайын массаны 160 градуста қызып тұрған пешке салып, 50 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Бисквиттің піскенін міндетті түрде шпажкамен тексеріп алыңыздар және де толықтай соғаннан кейін ғана барып формасынан шешіңіздер. Уақыттарыңыз болып жатса, негізінен бисквитті бір күн алдын пісіріп, суытып, дәл осылай орап қойғандарыңыз жақсы. Тортымызды жасауға кірісеміз. Ең алдымен бисквитіміздің бетіндегі шапкасын алып тастаймыз, ал қалған бөлігін дәл осылай 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырымыздың үстінен қантты салып, екеуі жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Қант ұнтағын пайдалану міндетті емес, қантты пайдалансаңыздар да болады. Кейіннен үстінен 33 немесе 35% сливкимізді құйып, өз формасын ұстайтын қатты крем болғанша араластырып аламыз. Тортымызды жинауға кірісеміз. Тортты жинайтын кезде міндетті түрде бисквиттің ең жоғарғы бөлігін торттың бірінші қабаты етіп пайдаланыңыздар. Сонда торттарыңыз тегіс әдемі болып шығатын болады. Алдымен бисквитке аздап крем жағып аламыз. Кейіннен креммен торттың шетіне бортик жасайтын боламыз. Себебі біз ортасына карамель құямыз. Тағы да айта кететін нәрсе, егер де сіздер кремді кондитерский мешокқа салып пайдаланатын болсаңыздар, мешоктың аузын тура бисквиттеріңіздің көлемімен бірдей етіп кессеңіздер, сіздерде торттарыңыздың кремі де, бисквиті де бірдей әдемі болатын болады. Осылай шетінен бортиктер шығарып дайындап аламыз. Аздап тегістеп, ортасына карамелімізді құятын боламыз. Қыздар, негізінен сникерс тортының карамеліне жаңғақ араластыру керек, бірақ арнайы тапсырыс бойынша мен жаңғақсыз карамельдің өзін салып жатырмын. Карамельді қолдан жағдайында өзім дайындаған болатынмын. Жасалу жолының сілтемесін описаниеге қалдырып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Ал егер де карамель жасамаймын дейтін болсаңыздар, сіздерге ең оңай жолы аздағана кремді көбірек жасап, креммен варенканы араластырсаңыздар, карамель орнына оны да пайдалансаңыздар болады. Енді торттың екінші коржын қойып, үстінен осылай кішкене басып жібереміз. Сонда торт тегіс болып шығады, арасында ауа қалып кетпейді. Коржымыздың бетіне кремімізді бір тегіс етіп, әдемелеп жағып шығатын боламыз. Кондитерский мешокты пайдаланбай, қарапайым қасықпен салып, кейіннен тегістеп жіберсеңіздер де болады. Соңғы коржымызды орналастырамыз. Алдынан айтып өткенімдей, бұл бізде бисквиттің ең төменгі бөлігі. Осылай төңкеріп орналастыратын болсаңыздар, жаңа айтып өткенімдей торттарыңыздың беті тегіс әдемі болады. Артылып қалған кішкене ғана кремді осылай бетіне тегістеп жағып аламыз. Пищевая пленкамен орап, тоңазытқышқа бірнеше сағатқа пропиткаға қоямыз. Тортымыз бірнеше сағат пропиткада тұрғаннан кейін
торттың сыртынан құятын шоколадты дайындаймыз. Шоколадқа аздап сұйық май құйып, су буында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Ал дайын тортымызды кольцосын шешпестен алдын осылай пышақпен босатып, одан кейін ғана кольцосын шешіп аламыз. Кольцосында қалып кеткен кремдерді лопаткамен алып, торттың жанынан жағып, аздап тортымызды видеодағыдай тегістеп аламыз. Еріген шоколадымызды ыстықтай құймаймыз, аздап суытамыз. Саусақты батырған кезде шоколад жылы болып тұру керек. Сол кезде барып үстінен орехты салып, жақсылап араластырып аламыз. Ал дайын тортымызды осындай сетканың үстіне ақырындап орналастырып аламыз. Дайындап алған шоколадымызды үстінен құятын боламыз. Барлық жағына тегіс етіп жайып шығамыз. Шоколад тимей қалған жерлеріне артылып қалған шоколадты дәл видеодағыдай алып, жағып шықсаңыздар болады. Сонда барлығына толықтай жетеді. Тағы да ескерте кететін жайт, тортымыздың сыртындағы шоколады қатпай тұрып, тортты подложкаға немесе ыдысқа қайта орналастырып алуымыз керек. Егерде шоколадтары қатып қалатын болса, осылай қайта алып жатқан кезде сынып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан бірден тортты қайта подложкаға немесе ыдысқа алып, одан кейін барып қана шоколадының қатқанын күтіңіздер. Ыдыста артылып қалған шоколадты осындай кішкене баночкаға құйып қойдым. Тоңазытқышқа салып қоямын, керек кезінде алып, ерітіп пайдалана беремін. Кез келген тәттіге пайдалануға болады. Торттың сыртындағы шоколады қатқаннан кейін әсемдей берсеңіздер болады. Әсемдеу жағы өз еріктеріңізде. Ал мен тортты әсемдеу үшін ақ шоколад пен сникерс шоколадын пайдаландым. Және де үстінен аздап карамель қойып жібердім. Бізде торт осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.